Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін мен өзімнің ет асу тәсілімен бөлісетін боламын. Алдымен кастрөлімізге суды толтырып құйып, газды қосып және газге қоямыз. Етімізді алдымен тазалап жуып аламыз және оны кастрөлге салып қайнатамыз. Қайнаған соң көбігін алуды ұмытпаймыз. Қайнаватқан суымызға тұз саламыз және де арпаны әбден жуып тазалап болып салатын боламыз. Және бүгінгі етіме өзімнің арнайы дайындаған дәмді бұжымды қосатын боламын. Және сәбізді картошка қоссаңыздар да болады. Алдын ала иінін қандырып, нанымды илеп қойған болатынмын. Және оны алдын ала жайып, дайындап қоямын. Етіміз піскеннен кейін оны қазанға салатын боламыз. Және тұздығын дайындайтын боламыз. Жуанның қабығын ашып, кесіп, турап қоямыз. Жуанымызды әбден турап болғаннан кейін оны кастрөлге салып, тұз бұрышын қосып, үстіне қайнап тұрған сорпадан құямыз. Піскен етімізді, бұжымызды, көкөністерімізді түсіріп аламыз және қайнаған сорпамызға манағы жайылған нанымызды саламыз. Пісіп болғаннан кейін түсіріп аламыз. Және көкөністерімізді, етімізді турап кесіп, осылай қоятын боламыз. Және бетіне тұздығын құямыз, дұрыстап араластырамыз. Бұжымызды пакетінен шығарып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Немесе табағымыздың ортасына салып ұсынсаңыздар да болады. Бұжының рецептісі описание тастап кететін боламын. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.